Сәлеметсіздер ме көрермен? Бүгін біз гороскоп құмалақ салатын болып отырмыз. Ең бірінші козерогтан бастадық. Козерогтарға салынған құмалақ. Алғашқы құмалақтың басы күміс құмалақтан басталды. Бұл өте жақсы құмалақ. Негізі алтын құмалақтан кейінгі жақсы құмалақтардың бірі күміс құмалақ. Өте ойлаған ойлы орындалады. Істейм деген ісі жүзеге асады деген сөз. Еш уайымдамаңыздар. Жалпы көңілі ашық болып тұр, маңдай ашық. Кәдімгідей жақсы бір ниетпен бірдеңе бастағалы тұр. Соны бастауға бір жақсы ақпараттан жалпы бір алғашқы қадам жасайды ғой, бірдеңе жүзеге асыратын кезде. Міне соны қолға алсам ба деп тұр. Ішінде жүрегінде уайымы бар. Былай істесем қалай болады, былай істесем қалай болады деп сол ойлағаннан мынау несі де қысылуы да бар. Ішкі уайым, сол ананы істесем деп ол сосын кейін сол сенімсіздік барлық жаңағы көңіл күйін бұзып тұр да. Бірақ бетімен ойланудың қажеті жоқ, өзін-өзі уайымға түсірудің қажеті жоқ. Арты олжалы болып тұр. Өте жақсы ақша, табыс кіреді. Егер де ол махаббатты ойлаған адам болса, жақсы бір жаңалық күтсе болады. Немесе бір қаражат күткен болса, жаңағыдай жақсы табыс кіреді. Сондай бір жаңалығымен немесе бір премия түсуі мүмкін, қосымша немесе бір жақсы бір бизнесінде бір көптен бермей жүрген адам өзінің қарызын беруі мүмкін. Сондай бір крупный ақша түседі. Жақсы қуанышы бар. Және де міне құйысқаны олжалы болып тұр. Кішкене қазір кідіріс болғанмен арты жақсы қуанышқа ұласайын деп тұр. Козерог айлары, маусым айларыңызда жалпы басы күміс құмалақтан басталды. Және босағада да олжа түсіп тұр. Сәлеметсіздер ме көрермен? Бүгін біз гороскоп құмалақ салатын болып отырмыз. Ең бірінші козерогтан бастадық. Козерогтарға салынған құмалақ. Алғашқы құмалақтың басы күміс құмалақтан басталды. Бұл